Сәлеметсіздер ме? Мен Теректі колледжінің компьютерлік қамтамасыз ету операторының екінші курс студенті Латиф Азатпын. Мен бүгін сіздерге ұсынатын жобамның тақырыбы heritage.works.kz. Жұмыспен мақсат. Яғни жақын тілде айта кеткен кезде жұмыс іздеушілер мен жұмыс берушілерді бір платформаға сіздіретін арнайы қосымша. Менің мақсатым жас мамандарды жұмыс берушілермен байланыстыратын Skills Basic Career платформа құру. Жиіге тек резюме емес, нақты қабілеттерді, біліктіліктерді, курстар мен жобаларды көрсетеді. Ал өнімнің сипаттамасын мен сіздерге экран арқылы оның қалай жұмыс жасайтынын көрсеткім келіп отыр. Бұл менің жобамның демо версиясы. Фронтенд пайдаланушы интерфейсі біздің алғашқы қадамдарымыз. Ары дамыту үшін және жетілдіру үшін бізге қаражат көзі керек болады. Функциялары: жұмыс іздеушілер үшін профиль жасау және түйіндеме границасы, бұзылықтарға сәйкес вакансиялар ұсыну. Ал жұмыс берушілер үшін вакансия жариялау және таргеттелген ұсыныстар. Хедж аналитика, корпоративті аккаунт пен командамен жұмыс. Біздің бәсекелестегі артықшылықтарымыз бен кемшіліктеріміз, бәсекелестеріміз еңбек кезек пен HeadHunter. Біздің артықшылықтарымыз инновациялық функциялар, жұмыс іздеушілерге, жұмыс берушілерге бағытталған сайт. Ал кемшіліктеріміз әлде қайда танымал бәсекелестердің болуы және пайдаланушылардың оларға сенімділігі. Менің жобамның свод талдауы. Жақсы жақтарымыз: вакансияланған қызмет, тіл мен заң талаптарына сәйкестік, мансаптық даму интеграциясы. Ал әлсіз жақтарымыз: бастапқыда қолданушылардың саны аз, сенімі құрылмаған, технология даму шығындары. Мүмкіндіктеріміз: жаңадан цифрлық қауысатын кәсіпорындар, дағдылы нарығының өсуі, білім мен курстармен коллаборация. Ал қауіп-қатерлер: ірі порталдардың бәсекеге кіруі, заңнамалық шектеулер, дербес деректердің қауіптері. Ал бізде әзірлеу жоспарларына барлығын тоқтала кетейік. MVP әзірлеу үшін бізде $1,5 миллион, маркетинг 500 мың, кіріс шығыстар $1 миллион құрайды. Яғни жалпы сомма бізде $3 миллион тұрап тұр. Әзірлеу жоспарларымыз: дизайн және зерттеу, MVP дайындау және әзірлеу барлығын біздер 6 айда бітіреміз деген жоспарлап отырмыз. Табыс болжамдарымыз: жылына 30 мың пайдаланушы болатын болса, бізде $1,5 миллион. Яғни кеткен шығысымызды 2 жылда өтей аламыз деген сөз. Ал жылына 100 мың мен 200 мың пайдаланушы болатын болса, 4 миллионнан 8 миллионға дейін табыс көзін көреміз деген ойда отырмыз. Қорытынды: heritage.works.kz Қазақстанда еңбек нарығын цифрландыруға бағытталған, жұмыс іздеушілер мен жұмыс берушілерді ыңғайлы және заманауи қолжетімді форматта байланыстыратын мобильдік қосымша. Платформа арқылы бос жұмыс орындарын оңай таба алады, кәсіби түйіндеме жасай алады және мансаптық даму мүмкіндіктеріне қол жеткізеді. Ал жұмыс берушілер үшін қызметкерлерді жылдам іріктеу мен хедж үдерісін автоматтандыру құралы. Назарларыңызға рахмет.